Сәлеметсіңдер ме балалар? Ал енді балалар, сабағымызды бастамас бұрын амандасып алайық, иә? Қай орнымызда тұрайық? Алла бір отырып, бір тұрып, орнымызда отырайық. Жақсы балалар, олай болса, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қағаз ақша, соның ішінде мұздықтар мен мұзтаулар. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты 1000 теңгелік, 2000 теңгелік, 5000 теңгелік ақшаларды ажыратасыңдар және сол ақшалармен түрліше төлем жасауды үйренетін боласыңдар. Жақсы балалар, енді алдымызға назар аударайықшы. Барлығымыздың алдымызда не тұр балалар? Бағалау тұр. Жақсы, әр есепті шығарған сайын не істейміз? Өз-өзімізді бағалап отырамыз. Жақсы, жарайсыңдар. Бізде балалар бүгін ерекше сабақ. Яғни біз саяхатқа шығамыз. Саяхатқа қайда шығамыз? Мұздықтар мен мұзтауларға шығатын боламыз. Жақсы, ол үшін бізге не керек деп ойлайсыздар? Билет керек. Неге билет керек? Автобусқа билет керек. Жақсы, балалар, терезе жақта отырған балаға арналған билет аламыз. Есік жақта отырған балалар ересектерге арналған билетті алатын боламыз. Қане, номер 1-ші есепті оқайықшы балалар. Саяхатшылар мұздықтарды көруге бару үшін автобусқа билет сатып алады. Ересектерге арналған билет 800 теңге, ал балаларға билеті 500 теңге тұрады. Әрбір билеттің бағасын әртүрлі қағаз ақша және монетамен қалай жинауға болады? Жақсы. Балалар, біздің алдымызда әртүрлі купюрамен және монетамен сатылған 1000 теңге не бар алдымызда? Ақша бар, иә? Ал терезе жақта отырған балаларға арналған билет аламыз. Яғни балаларға арналған билеттің құны қанша? 500 теңге. Ересектерге арналған 800 теңге. Ал қане жылдан алдымыздағы ақшадан терезе жақтағылар 500 теңге, есік жақтағылар 800 теңге ақша шығар. Менен автобусқа не аламыз? Билет аламыз. Жақсы. Жақсы, қане сен қандай ақшаларды қолданды? 800 теңге. Иә, 800 теңге. Қандай купюраларды қолданды? 500. Иә, 200 және 100. Балалар, дұрыс па? Иә. Жақсы, тамаша. Міне сенің билетің. Ал, кім? Айша. Сенде балаларға арналған билет аласың. Қане ақшаны көрсете ғой? 500 теңге. Жақсы, жарайсың, дұрыс. Ары қарай. Нұрдаулет, сен қандай билет аласың? Ересектерге? Иә, қанша теңге тұрады? 800. Жақсы, қане көрсетеміз. Қалай алды? 100, 200, 500. Жақсы, дұрыс, жарайсың. Міне сенің билетің, е? Ары қарай. Сенде қандай купюраларды қолдандың? 100, 200. Жақсы, жарайсың, дұрыс. Міне билетің. Иә, Мейрамбектікі де дұрыс екен, е? 500, 200 және 100 теңгелікті қолданған. Екеуін жарайсың. Аружан? 200, 100. Жақсы, жарайсың. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Барлығын осы есепті дұрыс шығарыңдар. Енді алдымыздағы бағалауды алып, жоғары қарай өзімізге 2 балл қоямыз. Жақсы балалар, енді біз автобусқа билетімізді алып алдық. Біз ұзақ жолға қайда шығып барамыз? Саяхатқа, мұзтауларға шығып барамыз. Бізге ол үшін тағы да не қажет? Иә, бізге балалар тамақтар қажет. Жақсы, біздің осы екінші есебіміз тағамға қатысты екен. Қане, кім оқиды екінші есепті? Берілген кім оқиды? Иә, Райымбек оқи ғой. Мұздықтар мен зерттеушілер біздің жолға 500 теңгеден 2 қалбыр бұқтырылған ет және 250 теңгеден 4 қалбыр сатып алды. Олар сатушыға 5000 теңге берді. Сатушы оларға қанша теңге қайтарады? Жақсы. Жақсы балалар, енді есебімізді талдап алайық. Бұқтырылған ет 500 теңгеден неше қалбыр екен? 2 қалбыр сатып алған екен. Балық 250 теңгеден неше қалбыр? 4 қалбыр алған екен. Балалар сатушыға қанша теңге беріпті? 5000 теңге беріпті. Иә, жақсы. Енді бізге осы сатушының балаларға қанша теңге қайтарғанын не істеу керек? Табу керек. Жақсы. Орнымыздан отырып шығарамыз. Себебі бұл қандай есеп? Өзіндік жұмыс. Иә, жақсы. Ал тесті.
әдемі жазамыз, е? Жақсы балалар, кім болды? Қане қолыңызды көтеріп оқиық, е? Бір бала оқиық. Жақсы, үнжі оқи ғой. Шешуі 500 көбейту 2 тең 1000, 250 көбейту 4 тең 1000, 1000 қосу 1000 тең 2000, 5000-нан алдым 2000 тең 3000, сатушы 3000 теңге қайтарды. Жақсы. Жақсы балалар, біз жаңа қандай есеп шығардық? Жай есеп пе, жоқ әлде құрама есеп пе? Құрама есеп шығардық, е? Жақсы. Енді осы есепке әр бала дұрыс шығарған 4 балдан береміз. 4 рет жоғары қарай не істейміз? Көтереміз, е, бағалауымызды. Жақсы. Сонда 6 балл дегенге жетуіміз керек, е? Жақсы. Ары қарай. Жақсы балалар. Біз автобусқа билетімізді алдық. Саяхатқа не істедік? Аттандық, иә? Тағамымызды алып алдық. Енді біз қандай жаққа бара жатырмыз? Суық жаққа бара жатырмыз, иә? Мұздықтар мен мұзтауларға бара жатырмыз, иә? Ол жақта ауа райы қандай? Өте суық. Жақсы, жарайсыңдар. Енді бізге не керек деп ойлайсыңдар? Біз осы киіммен бара аламыз ба? Жоқ. Бізге қалың киім керек. Және біз қандай аймаққа бара жатырмыз? Қауіпті аймаққа бара жатырмыз. Басымызға не керек? Каска керек, иә? Жақсы. Көзімізге көзілдірік керек, иә? Ол жақта не жауады? Қар жауады, боран соғады, иә? Жақсы. Енді олай болса, балалар, бірінші топ бірінші партаға, екінші топ екінші партаға, үшінші топ бірінші партаға. Қане жылдам жинап алайық. Бірінші топ тапсырмасы, иә? Екінші топқа жинап алып, ақырын шығара береміз, иә, балалар? Жақсы, алып кірісеміз. Жақсы. Есепке қарасақ, балалар, бізге қандай есеп берілді? Баға, құн және санды табуға есептер берілген. Жақсы, иә? Құнды табу үшін бағаны санға не істейміз? Көбейтеміз, иә? Ал енді бағаны табу үшін құнды санға бөлеміз, ал санды табу үшін құнды бағаға бөлетін боламыз. Ал кірісеміз. Болған топ шапалағын белгілейік, балалар, қане? Жақсы. Жақсы, балалар, әр топтан бір баладан шығып, есебімізді қорғайық, иә? Жақсы. Бірінші топтан кім шығады? Кәусар дайындалып тұр екен. Екіншіден, иә? Ералы шығар дейді. Үшіншіден Азима шығар дейді. Жақсы, келіңіздер. Балалар, қолыңыздағы қағазды тақтаға жабыстырып, қане қорғап шығайық. Міне, Кәусар. Сендерде ең бірінші нені табу керек болды? Сырт киімнің санын табу керек. Қалай таптыңдар? Құнды бағаға не істедіңдер? Бөлдіңдер, иә? Жақсы. Сонда сендерде қара костюмнан қанша қажет болыпты? 2 дана қажет болған, иә? Жақсы. Келесі. Мен санды табу үшін құнын бағаға бөлемін. Ал құнын табу үшін бағаны санға көбейтемін. Жақсы. Сол кезде санымыз нешеге тең болды? Санымыз 2-ге тең болды, ал құнымыз 6000-ға тең болды. Жақсы, жарайсың. Қане біз балалар мұздықтарға бардықтан не істедік? Жаурадық па? Иә, ал олай болса, тегіту сәтін жасадық. Жылынып алайық, балалар. Қане, бәріміз орнымыздан тұрайық.
кездеседі. Антарктидадағы мұздықтардың қалыңдығы сонша, тек ең биік таулардың ғана шыңдары көрінеді. Дегенмен жер бетіндегі тұщы судың 4/3 бөлігі осы мұзды су қоймаларында жинақталған. Мұз бен қардың қабатталуы олардың ерінен тезірек жүрген жағдайда мұздықтар түзіледі. Мұз бен тау жыныстарының қатты массасы өз салмағының әсерінен төменге сырғиды. Көрер көзге байқалмайтындай тым баяу, алайда уақыт өте түсірілген суреттер. Жақсы балалар, осы мұздықтар табиғи судың, ауыз судың 4/3 бөлігін не істейді екен? Құрайды екен, иә? Егер де осы мұздықтар еритін болса, су деңгейі неше метрге дейін көтеріледі екен? Жақсы 700 метрге дейін көтеріледі екен. Біздің жаңа көргеніміз ол шет мемлекеттердегі мұздықтар болатын, иә? Тура осындай мұздықтар біздің өз елімізде де бар екен, иә? Келесі біздің есебіміз осы мұздықтарға арналған. Номері 4-ші есепке назар аударайық. Осы есепте бізге не берілген? Күрделі теңдеулер берілген, иә? Жақсы, әр теңдеудің астында жауабында не жасалған? Мұздықтардың аттары жазылған. Қане олай болса, мұздықтарды табу үшін біз не істеуіміз керек? Теңдеулерді шешуіміз керек. Кәне кім шығады тақтаға? Айша келе ғой біріншісіне, екіншісіне Сафия келе ғой, үшіншісіне Райымбек, төртіншісіне Айша келе ғой. Бағандар көбейтіп жүреді, иә? 280 бөлініп қанша Жақсы. Орнына қоямыз. 129 бен 120-ның айырмасы қанша болады? 609 болады. Жақсы. Ayşe. Жақсы. Ойлағандармен толық. Жақсы. Жақсы, Райымбек. Қане есебімізді оқиық. 2 пен 120-ның айырмасы нешеге тең болады екен? 203 пен 3-тің көбейтіндісіне. Сен одан кейін оны не істеп алдың? Оң жағын ақшамда алдың. Сол кезде 203 пен 3-тің көбейтіндісі нешеге тең болды? 9. Жақсы. Енді белгісіз табу үшін сен не істедің? 609 пен 9-тың, белгісіздің нешеге тең екен? 729-ға тең екен. Жақсы, бұл қай мұздық екен? Кітаптан қараймыз. Абай мұздығы қай жерде орналасқан екен? Жетісу алатауының солтүстік беткейінде үлкен басқан өзені алабында орналасқан екен. Жақсы, жарайсың. Есепке өзіңе 3 балл қой, Райымбек, дұрыс. Жақсы. Жақсы балалар, мына саралау тапсырмаларын жылдан орындап маған өткіземіз, иә? Инабат, саған қандай есеп берілді? Ауданын табу керек, иә? Саған тізбекті есепті шығару керек. Абайжан саған не істеу керек? Көбейту және бөлуді орындау керек. Жақсы. Жақсы. Балалар, саралау тапсырмасын болсақ, жылдан айтып жіберейік, иә? 7 жерде 8 нешеге тең екен? 6-ға тең. Жақсы. 6 жерде 6? Жақсы. 35 пен 7-дің бөлінісі нешеге тең? 5-ге. 24 пен 4-дің бөлінісі? Дұрыс. Жақсы, өзіңе 1 балл қой, иә? Ары қарай Аружан. 5 пен 121-дің бөлінісі? Жақсы. 5 пен 120-ның бөлінісі? 600 пен 5-дің қосылысы? 5-ге тең. Жақсы, өзіңе 2 балл қой. Ары қарай
инабат. Саған нені табу керек? Аудан табу үшін ұзындығы нені не істедің? Көбей? Неше шықты? 28 сантиметр. Жақсы, сантиметр квадрат шықты. Өзіңе бір балл қоя қой. Жақсы балалар. Біздің сабағымыз неге қатысты бүгін? Ақшаға қатысты, және де біз саяхатқа, бұзықтар мен нұсқауларға не істедік? Шықтық, енді біз оған не істеуіміз керек? Төмен қарай түсуіміз керек. Жақсы. Ол үшін не істейміз? Мына тапсырмаларды орындауымыз керек екен. Жақсы. Қане, кім орындауымыз керек бала? Жақсы. Қайыржан, Нұрдәулет, Мейрамбек, сабаққа қатысып отырамыз. Бексұлтан, Ақтілек, Інжу, тағы есім орындаймын дейді. Айша, Муслима, жақсы балалар, алдымыздағы тапсырманы орындап қалған болса, қане қолы берейік. Бір-бірден жылдамдатып жауап берейік, Інжу айтам дейді, айта ғой. 500-ден 200-дің қосындысына 5000 теңгені қостым. Менде 5700 теңге болды. Мен оған аяқ киім алдым. Жақсы, жарайсың. Мен 100-дің қосындысына 50-ді қосқан кезде 1150 теңгеге мен не сатып алдың? Шырын сатып алдым. Шырын сатып алдың, жарайсың. Жақсы балалар, енді бүгінгі сабағымызға кері байланыс орнатайық. Егер де сендерге сабақ түсінікті болса, мұзтаудың ең жоғарғы жағына не істейміз? Апарып өзімізді не істейміз? Орналастырамыз. Егер де әлі де түсінетінім бар десек, ортасына мен еш нәрсе түсінбедім бұл сабақтан десек, ең төменгі жағына таудың етегіне апарып не істейміз? Өзіміздің бейнемізді апарып орналастырамыз. Қызыл бейнені, ұлдар көк бейнені алып, өзімізді орналастырайық. Қане, келеміз бірінші қатар. Жылдам. Екінші қатар. Екінші қатар келіңдер. Және үшінші қатар, жылдам апарып өзімізді орналастырайық. Үй жұмысына номері 7-ші есепті аламыз, сызба бойынша өрнек құрастырып, оларды шығарып келеміз. Жақсы балалар, сабақ аяқталды.